Ертеде ең биік қарлы таудың арасында алыстағы орман өлкесінде аңдар патшалығы өмір сүріпті. Жасыл жол көшесінде түлкі, қоян, қонжық, тиын, қасқыр тұратын. Түлкі жұмбақ шешуде шебер болса, қоян жасырынбақта мықты екен. Қонжық алаңды тазартып, топты алысқа тастау шебері болса, тиын бұтақтан бұтаққа секіріп, жаңғақтарды дәл тастайды екен. Қасқыр болса, ол өте ашушаң еді. Көбінесе ойын ойнағанда аяғымен шалып тістеп алады, немесе ұрысатын сөздер айтып айқайлайды екен. Оған сенікі дұрыс емес десе, одан сайын ашуланып қолын жан жаққа сермеп ұрыс шығарып жүреді екен. Басқа аңдар ауырғанда жыласа, оларды әлжуаз, қорқақ деп мазақтайды екен. Бір күні ормандағы қара киімді патшайым ашуланып қасқырды қараңғы жертөлеге қамап тастайды. Жертөледе қасқыр Телебом гном кездестіреді. Гном оған сиқырлы гүлді беріп, әр жапырағындағы сиқырлы сөзді айтып жүр деп кеңес береді. Өз сезімдеріңді басқара біл, ашуланғанда жертөлені есіңе сақта, өз ойыңды дұрыс айта біл дейді. Ал үйге қайту үшін 1, 2, 3 тұқым ош деп айт дейді. Гномның айтқан жасап қасқыр орманға оралады. Гномның айтқан кеңестерін қолданып, достарымен татуласады. Жертөледе болған қасқыр өз мінезін түсініп, ол шын мәнінде өзгереді. Бір күні түнде гном келіп, енді сен өзгердің, саған енді гүлдің қажеті жоқ. Сиқырлы гүлді басқа жануарларға көмектесу үшін берейін деп алып ұшып кетеді. Ал қасқыр өз достарымен дос болып, тату-тәтті өмір сүреді. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма?